Сәлем достар, бүгін біз Охота фильміне шолу жасаймыз. Ұшақта ер адам стюардессаның мазасын алып отыр. Кенеттен бір ер адам кабинаға кіріп келіп бәрін шошытады. Осы кезде бір жасы үлкен адам кіріп өзінің дәрігер екенін айтады. Оны жатқызып пышақпен жібереді. Жараланған адам тірі болып бөтелкені алып жүгіреді. Афина келіп оны туфлинің өкшесімен өлтіреді. Афина соғыс кезінде сезімге орын жоқ деп жауап береді. Мәйітті сүйреп әкетеді. Шашы сары әйел ес-түссіз жатыр. Кейін әйел далада аузында тұмылдырықпен оянады. Ояна сала оны шешуге тырысады. Шеше алмайды. Өзеннің арғы бетінде өзі сияқты тағы бір әйелді көреді. Ол әйел қолындағы компасқа қарап басын изеп кетіп қалады. Сол кезде сары шашты әйелдің артынан бір ер адам шығады. Олар жәшік тұрғаны алаңға келеді. Олар ол жерде жалғыз емес екен. Біреуі барып жәшікті ашады. Қалғаны қорқып артқа қарай қашады. Өйткені қақпан болуы мүмкін екенін сезгендей болады. Бәрі бақылауда, ішінен торай шығады. Шошқа шыққан соң, оларға деп қару-жарақ қалдырғандарын көреді. Ішінен қару-жарақты алып шығады. Қару-жарақты көрген олар жүгіре барады. Олар келіп тұмылдырықтарын кілтін тауып шешеді. Сары шашты қыз да өзіне қару алады, барлығы алады. Әлі де не болып жатқанын түсінбей тұрғанда, кенеттен оларға оқ жаудыра бастайды. Оқ атыла бастайды. Олар жан-жаққа тарап тығыла бастайды. Сары шашты әйел өзіне оқ тимейді де ойлаған кезде сол жерде оқ тиеді. Басқа бір адам қарсылық көрсетіп жауларына оқ атады. Ол да сол жерде өледі. Оның артынан бір әйел жүгіре кеткенде орға түседі. Оны бір ер адам көмектесуге тырысады, бірақ ол жерде жасырынған шейіттер кіріп кеткен болатын. Оған қарамастан ол әйел аман қалдым деп кел жатқанда, тұрып екеуі қашуға тырысады. Алдарында мина бар екен, басып кетеді. Сол жерде өліп кетеді. Тағы бір ер адам осы қауыстан аман қашып шығып, темір қоршауға жеткенде, аман қалғандардың барлығы осы жерге келеді. Қоршаудан асып түсуге тырысады. Барлығы арғы бетке өтіп жатқанда, жәшікті ашқан адамға садақтың жебесі тиеді. Артынша шабуылдаушыларға оқ жаудырып қарсы тұрады. Бірақ көр ұзамай оны өлтіреді. Бір емес екі бомбаның жанына лақтырғанын көреміз. Қалған үшеуі жан сауғалап жанармай бекетіне келеді. Ішке кіргенде оларды ерлі-зайыптылар, оларды тонаушылар деп ойлап қалады. Көк жейде киген бір ер адам олардан ақша сұрап тұрмағанын айтып, қай жерде екендерін сұрайды. Ерлі-зайыптылар Арканзас штатында екендерін айтады. Көк жейделі полицияға қоңырау шалады. Кассир әйел сақалды адамға бірден 7 тапаншаның не үшін керек екеніне таң қалады. Ол оларды ұстағандар сияқты суармақшы, өйткені олардың да қару ұстауға құқығы бар. Сары шашты әйел жеп сол жерде өледі. Ерлі-зайыптылар газ массаларын киіп түтін гранатасын лақтырады. Көк жейделі ер адам әрекет етіп жатқанда, күйеуі оны өлтіріп үлгереді. Кейін олар тірі қалған соңғы адамды да өлтіріп, мәйіттерді жасырып бекетті тазалап шығады. Тазалау кезінде әйел адам көк жейделі ер адамның қолындағы сақинасын көріп бір сәтке ойланып қалады. Күйеуі оған мән бермеуге кеңес беріп, өлгендердің бәрі жаман адамдар деп, тіпті расист болуы мүмкін дейді. Екеуі біраз нәсілшілдік туралы пікір талас жүргізеді. Рациядан хабар келеді. Олар үшеуінде өлтіргендерін айтып мақтанады. Белгісіз адам оларға жаңа нысанның келе жатқанын хабарлайды, және оның кличкасы Снежок екенін айтады. Күйеуіне оны ішпе, онда у бар дейді. Онда у емес, қанттың көп екенін ескертеді. Олар бекетті дайындайды. Ол кезде Кристал есімді әйел ішке кіреді. Ол жайбарақат амандасып, темекмен қайтарым ақшасын сұрайды. Бір түрлі тірлікті байқап ерлі-зайыптыларға шабуыл жасайды. Тапаншаны алып алдымен ер адамды, содан кейін әйел адамды атып өлтіреді. Қару-жарақпен оқтарды алып сыртқа шығады. Көлікті тексере келе оның нөмері жалған екенін және астында хорваттық нөмерін көреді. Ол көлікті мұқият қарап, көлікте бомбаға арналған сымдарды көреді. Жанармай бекетінен тапқан рация арқылы аңшылардың оны іздеп жатқанын естиді. Олар ерлі-зайыптыларға хабарласа алмай дрон ұшырып айналаны көрмекші болған кезде, біреу дронды атып түсіргенін көреді. Біреу келіп дронды аяқпен жаншып жатқанда, Кристал дыбыс беріп жанына келеді. Оны өзі сияқты тірі қалғандардың бірі екенін түсінеді.
оған көліктің тұзақталғанын ескертеді. Екеуі ары қарай темір жолға шығады. Ер адам олардың элиталы бай адамдардың аттарынан ұсталатын және ойын сауық үшін өлтірілетіні жайлы теориясын айтады. Кристал сенбейді. Пойыз жақындап келе жатқан болатын. Кристал бар күшімен жүгіріп пойызға мініп екеуі кіреді. Екеуі ішке кіргенде вагонда бір топ мигранттарды көреді. Ер адам олардың актер екенін айтады, бірақ Кристал күмәнданады. Ер адам мигранттарды мазақ етеді. Өйткені олар ағылшын тілінде сөйлемейтін. Кенеттен пойыз тоқтайды. Хорваттық әскерилер оларды түсіріп алады, олар беріледі. Тексеру кезінде ер адам офицерге өзінің және Кристалдың американдық екендерін, ал мигранттардың жалдамалы актер екендерін айтады. Кенеттен мигранттардың бірі таза ағылшын тілінде сөйлеп өзінің актер екенін ашады. Бұл ер адамды қатты ашуландырады. Аңшы басқалардың аңшы қояндардың қалған бөлігі қысқартылған жоқ, бірақ әскерилер сияқты толығымен шынайы екеніне сендіреді. Сондан ол ашуланып шалбарына тап беріп гранатаны тығады. Барлығы қашады. Актер да, ер адам да сол жерде өледі. Кристалды босқындар лагеріне әкеледі. Онда офицер оның құжаттарын сұрайды. Кристал қайда екенін болжай бастайды. Ақыры оның Хорватияда екенін түсінеді. Оның жанына Донда аңшылықтан аман қалған бір ер адамды әкеледі. Кристал мен Дон лагерде бірге тамақтанады. Дон оған аңшылықтың артында кімдер тұрғаны жайлы теориясын айтады. Бір кезде ақш елшілігінен шенеулік келіп алып кетеді. Жолда Дон жағдайды түсіндіріп шенеулік ақш мемлекеттік департаменті мен әскери күштерден көмек сұрайтынына уәде береді. Бірақ Кристал оған күдіктене бастайды. Оған сенің кіремейді. Ол оны екі аяқтап теуіп көліктен шығарып жібереді. Содан кейін көлікпен үстінен жүріп өтеді. Олар өлгеніне көз жеткізуде. Күртешесінен тапанша тауып алады. Көліктің артқа жағынан ер адамның мәйітін көреді. Кристал карта тауып алады, ал Дон олардың аңшылықтан аман қалған соңғы адамдар болуы мүмкін деп топшылайды. Дон басында шенеулікті өлтіргеніне ашуланса да, мәйітті көріп Кристидің дұрыс жасағанына көз жеткізеді. Дон машинамен кетіп қалғысы келеді. Кристи болса картаны пайдаланып, аңшыларды тауып соққы беруді ұсынады. Осы ойын нақты жеткізу үшін ол анасынан айтып берген ертегісі есіне түсіп бір оқиғаны айтып береді. Ол ормандағы аңдар жайлы болатын. Тура өзінің жағдайдағыдай. Аңшылар бункерде жиналып саяси тұрғыда дұрыс әрекет ету жайлы ақылдасып жатқан болатын. Арасындағы бір жалдамалы сарбаз оларды маңызды нәрсеге назар аударуды шақырады. Олар оны мазақ етеді. Бір аңшы сарта еді, оны Дон шошқаны пайдаланып алдап тұрады. Кристал сол кезде пайдаланып аңшыны өлтіреді. Бункер ішіндегі бір топ аңшылар сырттағы дыбысты естиді. Дон шошқаны ішке қарай лақтырғанда, аңшылар оған бірден оқ жаудырады. Олар шошқаға қарап тұрған сәтте Кристал бір аңшыны өлтіріп, қалғандарына оқ жаудырады. Кейін өзіне найзатқан әйелді де өлтіреді. Кристал тағы бір аңшымен тапанша үшін күресіп, оның ішіндегі оқ бар екенін біліп, оны атып тастайды. Кейін басқа аңшыны өлтіреді. Бір сәтте сарбаз оған тап береді. Арасында қатаң шайқас басталып, Кристал оны темір құрлығымен ұрып жеңеді. Жаралаған әйел Кристиді кекетеді, оны қарапайым ауыл қызы деп айтады. Кристал мылтық алып оны өлтірейін деп жатқанда, Дон араласып тоқтатуға тырысады. Ол әйелден оларды не үшін аңдып жүргені жайлы сұрайды, бірақ әйел жауап бермейді. Сол кезде рациядан Кристи өлді ме деп сұрайды. Дон аңшылардың қатарында еместігін айтып сенуін сұрайды. Донды да атып түсіреді. Сарбаздың жанына келіп онымен сабырлы сөйлеседі. Алайда Афинаның қайда екенін сұрағанда сарбаз жауап бермейді. Кристал оның жарасын одан әрі ауыртып, қинап ол бәрін айтып береді. Ол Афинаның айлар бойы дайындалғанын айтып берді. Ақпарат алған соң оны өлтіреді. Аңшылықтың шығу тарихы. Афина кеңседе әріптестерінің алдында ұялы телефон тараған хабарлама үшін жауап беріп жатқан еді. Хабарламада адамдарды аңшылыққа салу жайлы әзіл айтылған. Афина бұны жай ғана әзіл деп түсіндірсе де, бұл ақпарат тарап үлкен қауесет болған. Ол жұмыстан кетуге мәжбүр болады. Ол қатты ашуланып қауесетті таратқандардың тізімін жасайды. 8 ай бұрын топ құрбандарды таңдауға кіріседі. Презентацияда Кристидің есімім шыққан кезде Афина қатты ашуланып оны басты қарсыласы ретінде таңдайды. Сол кезде Кристал Афинаның сарайына келеді. Рация арқылы Афина оған қаруын тастамаса қақпа астындағы жарылғыштың жарылатынын айтады.
Кристал амалсыз тапаншасын қалдырып ішке кіреді. Үйде Бетховеннің музыкасы ойнап тұр. Кристал мұқият қарап жүріп қабырғадағы өзінің және басқада құрбандардың суреттерін көреді. Ас бөлмеде Афина асықпай күтіп, тамақ әзірлеп жатыр. Афина одан Донды өлтірді ме деп сұрайды. Бірақ оның аңшылар қатарында екенін мойындамай қояды. Әңгіме барысында Кристал Афинаның шын мәнінде мүлде танымайтынын болып шығады. Ақырында Афина аңшылықты адамдардан өш алу үшін ұйымдастырғанын мойындайды. Ол қауесектің шындыққа айналғанын өзі қалағанын айтады. Алайда Кристал ол басқа адаммен шатасып кеткені жайлы айтады. Интернетте жек көрінішті теорияларды таратқан Кристал басқа әйел тек фамилиясы бірдей болған. Кристи, сендер бәрібір өз мансаптарың және еркетіктеріңнен адамдарды өлтіресіңдер дейді. Қауесек шындыққа айналған. Бірақ олар басқа Кристидің алғандарын білмейді. Сол кезде Кристи пышақ алып Афинаға тап береді. Аса қатыгез тең дәрежедегі шайқас басталады. Олар қару ретінде қолына түскен заттарды пайдаланады. Афина да осал болмай шығады. Төбелес бүкіл үйдің бөлмесінде болады. Афина біраз уақытқа жеңеді. Төбелес ас үй бөлмесінде жалғасады. Афина қолына көкөніс тарайтын қайшымен жаралайды. Алайда Кристал айласын асырып Афинаның өзіне тартып сол құралмен өлімші етіп жаралайды. Екеуі құлап Афина жан тәсілім етеді. Кристал болса тірі қалады. Афина дайындаған тосты жеп жарасын оттықпен емдейді. Содан кейін өзін ретке келтіріп Афинаның сәнді киімін киіп сыртқа шығады. Ол жеке ұшаққа көтеріледі. Стюардесса мен ұшқышқа қарап бастықтарыңның көзін құрттым, енді мені үйге жеткізесің деп айтады.